Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді, ерекше болып шығатын варенка пирогын жасайтын боламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар, еңбегімді бағалап. Өте дәмді болып шығатын болады. Бір жасағаннан шығатын болады. Жұмсақ әрі дәмді варенка пирогын жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шығатын болады. Описание бөліміне қалдырып кетем. Қанша грамм салғандарымызды. Сол жерден көріп істей берсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай пилканың көмегімен ғана бөлініп жатыр. Ауызға салсаңыздар еритін пирог. Бізге май, жұмыртқа, қаймақ керек болады. 200 грамм май, 200 грамм шекер, 150 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, разжижитель, осылардың бәрін салып, қолымыздың көмегімен майымызды шамалы араластырып алатын боламыз. Осыған қамыр елеп алатын боламыз. Өте керемет, ерекше болып шығатын болады. 2 бөліп салып алдым. Еленген ұн. Көріп тұрғандарыңыздай демалдырсаңыздар да болады, демалдырмай сразу істей берсеңіздер де болады. Ешқандай ештеңені қажет етпейді. Менде осындай қағаздың бетіне майды жағып алдым, жақсылап. Астына не қойсаңыздар да болады, палька қойсаңыздар да болады. Менде осындай қағаз қойып алдым. Үйде бар заттармен жасап істеп алсаңыздар да болады. Кейде болмай да қалады ғой. Сол себептен қағазбен де істей берсеңіздер болады. Сол себептен көрсетіп жатырмын. Бортик жасап аламыз, өйткені варенкамыз ағып кетпеу үшін сондай жанына қамырын шығарып алатын боламыз. Менде осындай варенка қою болса да болады, сұйық болса да болады, разница бермейді. Ішіне дәне қоссаңыздар да болады. Варенканың құры өзін қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Бағанағы алып қойған қамырымызды дәл осындай қылып ұндаққа сеуіп алып, үстіп жайып алатын боламыз. Дәл осылай пышақтың көмегімен осындай бауырсақ қырқатын осындай немен дәл осылай қырқып алсаңыздар болады. Жаңа қырқып алған қамырымызды дәл осылай жайғастырып шығатын боламыз бетіне. Көріп тұрғандарыңызда дәл осындай болып шығады. Жаңағы пирогымызды пісіріп алдық. Енді пешкаларыңызға қарай пісіріп алатын боласыздар. Қанша градуста пісіріп жүрген болсаңыздар, соған қарай мен 200 градуста пісіріп алғанмын. Өте ерекше, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер ұнаса.
және де тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар. Видеоны көргендеріңізге рахмет.